саламатсыздарбы? Мен Юрий Гагарин атындағы номер 3 жалпы білім беретін мектептің 9 А сынып оқушысы Арыпхан Айша. Біздің жобамыздың негізгі тақырыбы ұлы өнертапқышқа алғашқы қадам. Яғни мен осы тақырыпта отырып күнделіккішін ойлап таптым. Яғни бұл күнделіккішін қаяқта қолданамыз. Мен бұл күнделіккішін үй макетін жасай отырып қалай қолданылатынын көрсетемін. Яғни бұл күнделіккіштерді үйдің іштеріне сым арқылы жалғай отырып қолданамыз. Қалай қолданамыз? Негізгі мақсаттарының бірі бұл фотопанель керек болады, яғни күн панелі. Күн панелі арқылы бұл күнделіккіштері өзара қосылып отырады. Яғни бұл күн энергиясын, электр энергиясын айналдырады. Ал бұл біз кешкі тамандары, яғни бұл күн энергиясы арқылы жинақталып отырады. Ал кешкі тамандар бұл күн энергиясы панельдері жинақталып, инвертор арқылы жинақталады. Сол кезде біз күн желдеткішін кешкі тамандарда қолдансақ болады. Тек қана күн желдеткіштерін емес, шамдарды да және де үйде қолданылатын техникаларды да қолдансақ болады. Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaydasın, sonu bilmedim. Bir de varsın, bir de yok, sen böylesin. Önümde kanımday, bana gelesin.